Сәлем достар, сіздермен Назгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен стаканда дайындалатын шұжықтың рецептімен бөлісетін боламын. Сіздер каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Құрамы етсіз, жасауға кірісейік. Ең алдымен желатинді алып, су қойып бұқтырып қоямыз. Бұршақ немесе нотты алып, блендерге саламыз, одан кейін ұн болғанша еземіз. Блендермен ұн секілді езілгеннен кейін бөлек ыдысқа саламыз, одан кейін езілген кардамон, мускат жаңғағы, тұз және сарымсақты барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін 1,5 стақан ыстық су құямыз. Барлығын жақсылап біркелкі қылып еземіз. 2 шай қасық қызылша сығындысын құямыз. Барлығын блендермен еземіз, біркелкі қылып отқа қоямыз. Орташа отта бір бұқтырып аламыз. Одан кейін 2 шай қасық сұйық майды құямыз. Барлығын жақсылап араластырып тұрамыз. Одан түсіріп, кішкене суытамыз. Суығаннан кейін барып желатинді құйып, жақсылап араластырып блендермен өткіземіз. Алдын ала сұйық май жағылған стақандарға құйып, бетін ас пленкасымен қаптап, тоңазытқышқа 4 сағатқа қойып қоямыз қатқанға дейін. Достар, сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ас болсын, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.